Қайырлы күн, қадірменді көрермен, біздің YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Кезекті бейне сабақ, кезекті енді информативті видео сіздер үшін дайындалып жатыр дәл қазір. Және бүгінгі видео барысында біз сіздермен бірге трейдинг туралы сөйлесетін боламыз. Және дәл осы жүйе, дәл осы мүмкіндік бізде жалпы amarkets.org сайтында бар екенін айта кету қажет. Жалпы есебімен копи трейдинг деген нәрсе бастап жатқан, енді ғана бастап жатқан жалпы есебімен трейдерлерге өте қолайлы инструмент, себебі сіздер өздеріңіздің есеп шоттарыңызды, мысалы үшін айта кетейік, өте бір тәжірибелі трейдердің аккаунтына қоса аласыздар, және бұл жүйе автоматты түрде сол трейдер жасап жатқан іс әрекеттерді көшіріп алатын болады. Сондықтан бұның есімі копи трейдинг деп аталады. Бұл жүйеге өту үшін мінекей немесе инвестор, немесе трейдер ретінде қосыла аласыздар. Егер сіз тәжірибелі трейдер болсаңыздар, және басқа адамдар сізден көшіріп алсын деп жатқан болсаңыздар, мінекей дәл осы нүктеде трейдер деген батырманы басасыздар. Бұл жерде левериджді таңдайтын боласыздар. Және өкінішке орай әзірге бұл тек қана MetaTrader 4 платформасында қолдануға мүмкіндік бар бұл нәрсені, және мысалы үшін стратегияның есімін жазуға болады. Бұл жерде левериджді таңдауға және есеп шот түрін таңдап стратегия жасаңыз деген батырманы баса аласыздар. Бұл жерде енді мінекей сіздерде жаңа есеп шотта пайда болады. Платформаға өту деген батырманы басқан соң сіздер автоматты түрде бөлек осы копи трейдингке арналған платформаға өте аласыздар. Мінекей сіздің стратегияларыңыз осы жерде көрсетілген болады. Бұл жерде де есеп шотты, мысалы үшін басқа есеп шоттарыңыздан толықтыра аласыздар. Яғни мастер шоттан өзіңіздің есеп шотыңызға, немесе керісінше ақшаны аударуға мүмкіндіктеріңіз бар. Жалпы есебімен біз көріп отқандай, бұл жерде тағы онымен қатар профильді жалпы есебімен реттеуге мүмкіндіктеріңіз бар. Яғни өзіңізге қандай да бір қаласаңыз никнейм орнатсаңыз болады. Онымен қатар әрине де суретіңізді қоя аласыздар. Ең маңыздысы мінекей дәл осында сол жаққа бұртта копи трейдинг деген нүктеде орналасқан. Яғни бұл сіздің стратегияларыңыз, және де есеп шоттағы баланстарыңыз, басты көрсеткіштері, мысал ретінде ашатын болсақ, мінекей бүкіл көрсеткіштер осында орналасқан. Яғни баланста қанша ақшаларыңыз бар екені, плюс және минустың айырмашылығы, алынған комиссиялар. Комиссия деген не десеңіздер, әрбір сізге мысал үшін трейдер ретінде қосылатын азаматтан жалпы есебімен алғанда мысал үшін $100 жалпы есебімен профитке шығатын болсаңыздар, оның қандай да бір бөлігін комиссия ретінде сізге қосылған трейдерлерден ала аласыздар. Бұл жерде кез келген нөмірді жаза аласыздар негізі, бірақ қателеспесем ең жоғары бұл жерде комиссия көрсеткіші 50% асуы мүмкін емес. Яғни мысалы үшін 51% орнатамын дейтін болсаңыздар, орната алмайсыздар. Және 50% ол бізде ең жоғары көрсеткіш екенін есте сақтау қажет. Бұл жерде онымен қатар көптеген баптаулар бар екенін көріп отырмыз. Description жасауға болады. Мысалы үшін қандай стратегия, қалай жасайтыныңызды басқа трейдерлерге көрсетемін дейтін болсаңыздар, осында сіздер жалпы есебімен кез келген нәрсені жаза аласыздар. Конфиденциалдық батырмасы да осында бар. Жалпы есебімен қандай да бір промо белсенділіктер бар екенін көріп отырмыз. Және мысалы үшін сіздің профиліңізді, яғни трейдер ретінде профиліңізді инвестор ашатын болса, қаншалықты көп сіздің жасаған іс әрекеттеріңізді, яғни операцияларды көрсете аласыздар. Профильде мысалы үшін 5 болуы мүмкін, немесе 10 болуы мүмкін, кез келген санды жаза аласыздар. Яғни инвестор сіздің есеп шотыңызға қосыламын дейтін болса, соңғы 5 операцияларды көреді деген сөз. Бұл жерде онымен қатар басқа стратегиялар рейтингі көрсетілгенін көріп отырмыз. Яғни бұл жерде толыққанды осы
стратегиялардың қаншалықты кірістілігі жоғары екенін көре аласыздар. Иә, жалпы есебімен бұл бүкіл уақыттағы кірістілігі ортада жазылған, және соңғы 7 күнде, яғни соңғы бір аптада жасалған кірістілігі. Мысал ретінде сіз инвестор ретінде ашатын болсаңыздар, мінекей мен жаңа айтып өткен жағдай осында. Толыққанды профит көрсеткіші бұл жерде, яғни осы стратегия ашылғаннан кейін депозитті қаншалықты жоғарылатқанын, қанша ақшасы бар екенін, қашан бұл стратегия ашылғанын, және жалпы рейтинг көрсеткіші, иә, бар екенін көріп отырмыз. Графиктерде де бүкіл сіздерге керекті ақпараттар бұл жерде бар. Инвесторлар саны қаншалықты жоғары екенін көріп отырмыз, және ай сайынғы профит көрсеткіштерін сіздер осында көре аласыздар. Және оның қатар қандай жалпы трейдинг инструменттерін бұл стратегияны жасаған адам қолданғанын осында көре аласыздар. Ал егер трейдер ретінде, яғни инвестор ретінде қосылғыңыз келсе, басты беттен дәл осында инвестор батырмасын басасыздар. Осында мінекей сіздің стратегияларыңыз бар, сіздің есеп шотыңыз бар, және мысал үшін бұл жерде егер де қандай да бір белгілі стратегияға қосылғыңыз келсе, және оның нөмірін білетін болсаңыздар, мысалы үшін өзіміздің қазір есеп шотты тауып көрейік. Иә, мінекей бізде 3 стратегия бар. 144, 26, 46. Мысалы үшін менікін табамын дейтін болса, мінекей мұнда нөмірін енгізесіздер, яғни 144, 26, 46. Және бұл жерде дәл осы біздің стратегияны таба алады басқа трейдерлер. Сіз де дәл солай істей аласыздар. Егер оны толыққанды көшіремін дейтін болсаңыздар, жай ғана инвестировать деген батырманы басасыздар. Бұл жерде мінекей толыққанды ақпарат көрсетілген. 10% комиссия ай сайын, яғни таза профиттен ай сайын 10%-ды беретін боласыздар. Инвестициялық есеп шотты осында жасауға болады, және бұл жерде онымен қатар кредиттік иық, яғни левериджді таңдай аласыздар. Есеп шотты ашасыздар, және мінекей біз көріп отқандай жаңа есеп шотты, немесе сіздерде қазір бар болып тұрған есеп шотты қолдана аласыздар. Подписаться деген батырманы басасыздар, және бұл жерде мінекей сіздер бұл стратегияға, енді жалпы есебімен айтқанда, жазылдыңыздар деген сөз. Яғни бұл стратегияны жасаған трейдер өзінің іс-әрекеттерін бастаған сәтте сіздің есеп шоттарыңыз автоматты түрде оны қайталайтын болмақ, және осылайша копи трейдингке сіздер жалпы есебімен қосылдыңыздар деген сөз. Енді мұнда біз көріп отқандай, мінекей біздің стратегияда бір жазылушы пайда болғанын көріп отырмыз. Оның есеп шот нөмірін көре аласыздар, қанша ақшасы бар екенін көре аласыздар, сіздерге қанша комиссия бұл трейдерден төленгенін көре аласыздар, және иә, жалпы есебімен қиын ешбір жері жоқ екені түсінікті. Сондықтан қолдансаңыздар болады бұл мүмкіндікті, және келе жатқан іс-әрекеттеріңізде тек қана сәттілік тілейміз, достар. Осымен енді бүгінгі кішігірім бейне сабақ өз мәресіне жетуде. Назарларыңыз үшін үлкен рахмет, және келесі видеолар барысында кездескенше сау болыңыздар деп айтамыз. Егер форекс нарығындағы жаңалықтарды жіберіп алмаймын дейтін болсаңыздар, міндетті түрде біздің телеграм және инстаграм парақшаларымызға жазылып кетіңіздер, және YouTube арнамызға да жазылып хабарламаларды қосып алуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.